тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Қаржы министрлігінің құрылғанына 100 жыл толуына спартакиада өткізілді. Жарыс салауатты өмір салтын насихаттау, министрлік ұжымының спортқа деген қызығушылығын арттырып, оларды ұйымшылдық пен бірлікке шақыру мақсатында ұйымдастырылған. Спартакиадада волейбол, үстел теннисі, шахмат, шағын футбол ойындары өткізіліп, шараға барлығы 200-ге жуық министрлік қызметкерлері қатысып бақ сынасты. Кейбір қатысушылар жарысқа арнайы келген. Жарысқа келгендердің арасында министрдің өзі де бар. Осындай жарыстар жиі ұйымдастырылып тұратынын тілге тиек етті. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі осындай үлкен спартакиада өткізіп жатыр. 8 түрлі спорт бойынша спартакиада өтіп жатыр. Бұндай жарыс біз жыл сайын өткіземіз. Былтыр пандемияға байланысты кідіріп, яғни карантинге байланысты біз осындай үлкен іс-шараларды өткізе алмай жүргенбіз. Биыл рұқсат бергеннен кейін осы іс-шараны өткізіп жатырмыз. Өте қуанышты. Бұндай іс-шаралардың қажеттігі мол. Біріншіден бұл салауаттылық өмірді әшкерелейді, айғақтайды, керектігін бәрімізге қажеттігін мойындатады. Осы турнирде Ерулан Жамаубаев шағын футболдан Қаржы министрлігі командасының сапынан көрінді. Сондай-ақ командаластарына ойын барысындағы тактика мен өзгерістерді де түсіндіріп отырды. Еліміздің бас қаржыгері бұл турнирде спорттық ойындардың ішінде шағын футболды таңдапты. Бірнеше спорт түрімен қатысуға өзім үміттенген, бірақ жақсы көретін спорт түрі бұл футбол болғандықтан, сол өзіміздің әріптестермен бірге футболдан осы жарысқа қатысуды жөн көрдім. Енді бұның өзінде де біраз ойындар болды, сондықтан да әр түріне қатыспай осы футболды таңдадым. Алғашқы ұйымдастырылған уақытта 80-ге жуық, алдыңғы жылы 150-ден астам қызметкер қатысуға ниет білдірген. Ал бүгінде спартакиадаға ат басын бұрғандардың саны 200-ге жуықтаған. Жыл өткен сайын бұл сандардың өзгеруінің себебі қатысушыларға барлық мүмкіндіктер қарастырылуының нәтижесі болса керек. Елімізде соңғы уақыттарда не қана Қаржы министрлігінде емес, елімізде спортқа өте көп көңіл бөлінуде. Спортпен айналысатын, спортты сүйетін адамдардың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Спортты түсіне білетін адамдардың саны көбейіп келе жатыр. Сондықтан алдыңғы жылдары мысалы 150 адам болса, қазіргі 200 адамға шықты. Ойынның ағымы, ойынға деген ықылас өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қалай жұмыс істейді, солай өзінің өнерін көрсетуге тырысып жатыр. Нәтижелі ойын болады деген үміттеміз. Соңғы осы 2 жылдан кейін пандемиядан болып тұрған осыдан кейін спартакиада, осының алдында 2 жыл бұрын ұйымдастырылған. Жыл сайын осы Қаржы министрлігінде спортқа көп көңіл бөлінеді, жұмыстан басқа. Осы еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай, онымен қоса Қаржы министрлігінің құрылуының 100 жылдығына орай осы жасалып жатқан шара спартакиада. Бүкіл Қаржы министрлігінің жұмысшылары және де еншілес ұйымдарының жұмысшылары осы спартакиада қатысады. Спартакиада 2020 жылы пандемияға байланысты өткізілмеген еді. Араға 1 жыл салып, қайта қолға алынды. Карантиннен кейінгі алғашқы жарыс болғандықтан қатысушылардың барлығы турнирді сағынғандары көрінді. Пандемияға байланысты 20 жылы ғана кішкене тоқтап қалды. Болмаса 19 жылы тура осындай спартакиада өткізіліп, спорттың осы 8 түрінен, теннистен, шахматтан, футболдан, кіші футболдан, волейболдан. Бұл біраз жылдан бері Қаржы министрлігінде жалғасып келе жатқан үрдіс деп айтуға болады. Соперниктардың барлығы өте жақсы ойнайды. Сондықтан да менің ойымша бұл ойын өте қызық өтуде. Бұдан бұрын алдыңғы жылы карантиннің болғандықтан ойын болған жоқ. 2019 жылы ойындар өтті. Оларда өте қызық өтті. Ұйымдастыру деңгейі өте жоғары болды. Тренировкалар бізде болған жоқ, өйткені карантин болды. Сондықтан карантин біткен соң біз тренировкаға жылдамырақ шығып, соперниктарды жеңуге барлық күшімізді қосып жатыр.
қызметкерлер күні бойы компьютердің алдында отырған соң, оның денсаулыққа кері әсер тиіп жатады. Сол себепті қызметкерлер арасында осындай жарыстар өткізу қолға алынған. Бүгінде қызметкерлер осылай бой жазып бұқаралық спортпен айналысуға мүмкіндік жасалынып отыр. Жарысқа қатысушылар жұмыс барысындағы түсініспеушіліктердің барлығын осындай ойындар барысында ұмытылып кетеді дейді. Бір-бірімен қоян-қолтық жұмыс жасап, араласуын үшін, денсаулықтары мықты болу үшін, бір-бірлерімен жақын араласып жұмыс істеу үшін ойластырылып жасалып отырған шаралар деп ойлаймыз. Мына мекемелердің барлығында отырғанда жігіттердің бәрі, азаматтардың бәрі, қызметкерлердің барлығы костюмде, галстукпен отырды. Мұнда қарасаңыз, жарысқа келгенде әркімнің өзінің жеке дара спорттық киімдерімен келіп отыр. Қазір қарасаңыз, бұлар кәсіби спортшылардан кем емес, ойындары да жаңағындай киімдеріне де киінген қарасаңыз. Жалғыз ғана бұл спартакиада түрінде емес, ол ең бастысы біздің азаматтардың спортқа қатысып, өздерінің дене шынықтыруы, жаңа бұл кісілердің денсаулықтары. Одан кейін бір-бірімен қарым-қатынастары, әрбір комитет, әрбір мекеме бір-бірімен бөлек-бөлек өмір сүріп жатқаннан кейін, олардың барлығы бір министрліктің ішінде болғандықтан бірдей бір-бірін танып, бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болудың. Кезекті рет өткізілген спартакиаданың қорытындысы бойынша шағын футболдан Қаржы министрлігі орталығының аппаратының қызметкерлер жеңіс тұғырынан көрінді. Ал волейболдан проблемалық несиелер қоры командасы көш бастады. Осындай салауатты өмір салтын насихаттайтын спартакиадалар алдағы уақытта дәстүрлі түрде ұйымдастырыла бермек.